қар суымен кеткен жылқы. Талай дастархан басында айтылып, ауыздан ауызға аңыздай таралған осы бір әңгімені қағазға түсірудің сәті түспей-ақ қойғаны. Сізге өтірік, бізге шын, жазам деп оқталғалы 4-5 жылдың жүзі болыпты. Қаншама рет бапталып отырып бастамақ болғам. Неге екенін қайдам, көкейдегі көркем әңгіме ақ қағаз көрсе аттай үркіп ала қашады. Одан кейін маңына жуытпайды, құлағына қол апартпай осқырынып отырайып. Ал енді қағаз қаламыңды тастап, құрғол қара жаяу жақындасаң, басын шұлғи аяңдап, оқыранып өзі келеді жаныңа. Сөйтіп, жалынын сипап, жайдақ мініп дегендей, біраз жерде тыңдағанның құлақ құрышы қанып еді. Тіпті қазақы әңгімеге жаны құмар кей ағалар іздеп келіп, арнайы тыңдағанда айта кету артық болмас. Енді бір гәп, айтылып жүрген соң, ауыздан құлаққа жеткен соң, талай қалам ұстаған қазақ бар емес пе? Ептеп жазылады да. Шыны керек, осы әңгімені тыңдап алып, жақындарыңа оқта қою үшін қағазға түсіруді сұраған қанша адамға сол жазылған нұсқаны нұсқап жіберетінмін. Алайда солардың көбі анау жері жөн екен, мынау жері кем екен дегендей қоңыл тақсып қайтты. Дегенмен, ол нұсқаларда толықсыз болғанына қарамастан, өз оқырман тауып өте жақсы бағаланды. Бұл тұрғыдан ол қаламгерлерге алғыстан өзге айтар жоқ. Енді сол әңгімемізді шаңырақ салған саратандай ақырын ғана табан аудартып отырып, тағы бір баяндап берсек. Біздің ауыл тура Қытай мен Моңғолияның шекарасында еді. Ол кезде шекара қазіргідей тышқан жорғаламастай торланбаған, кей жерінен үйірлі жылқы өтердей алан ашық жататын. Жылқысы өз аяғымен өтіп кетсе де, моңғол айдап кеттіге санап, түн қатып жортқан жоқшылар жоғының өзі табылмаса да, топанын толтырардай өзге қыл-құйрықтыларды шұрқыратып айдап келетін кез. Үнемі сондай істердің басы қасында жүретін Жұмақын дейтін құдамыз болды. Ағалмастай жарқылдаған кісі еді. Қашан көрсең, бала-шаға келін-кешек демей әзілін айтып, жарқ-жұрқ етіп отыратын. Шаруасынан шашау шығармайтын бұйымтақ. Шілденің шіліңгір ыстығында ту биені шыбынға білдірмей жейтін, ылдым-жылдым спардың нақ өзі. Жұмақынға қараңғы түнде қалың жылқының ішінен анау қарайғырды ұста деші. Қайырылып қарағаныңша, қайыс арқаны дәл сол қыл-құйрықтың қыл мойында тұрады деп, шалмашылығын мақтасатын ауылдағы ұрт тілді жігіттер. Ел күзеуліктен қыстаулыққа көшкенде айқыр үйірін Жұмақынға тапсырады. Жүкең жалғыз үй қалады да, 2-3 ауылдың жылқысын қосып қайырып, Жонтауға екінші қар жауғанда қыстаулыққа бірақ әкеледі. Бірде Жүкеңнің атына арыз түсіп, 2 айдан астам уақыт қамақта жатып шыққаны бар. Жауап алып, тергеп тексеріп аман есен босатып жіберіпті әйтеуір. Сол босап келе жатқан бетте жол үстіндегі біздің үйге түсті. Әкем екеуі құшақ айқастыра амандасып, қуанғанда естері шықты. 2 ай түрмеде болғаннан бір белгі де жоқ. Сол баяға жарқ-жұрқ еткен Жұмақын сынбаған екен. Сынбақ түгілі сызат түспепті. Құдекем мені тап бір қажыдан келе жатқандай қарсы алды ғой деп әзілдеп жатыр. Жұмақынның біздің үйге түскен хабар тапқан айналадағы үлкен кісілерде бірлеп-екілеп жинала бастады. Дастархан жайылды, қазан көтерілді. Әңгімеде бұрқ-сарқ қайнап ала жөнілді. Әңгіме әрегідігінде Жұмақын қалтасынан шақша шығарып ерінге насыбай салды. Бұрын мұндайын көрмеген әкем, «Өу құдеке, мұндайыңыз жоқ еді ғой, түрме үйретіп жіберген бе?» деді. «Жоға, түрмені қойшы» дейді құдекесі. «Мен бұның қызығын айтайын. Құдай сақтасын, бұл құдаңыздың істемегені бар ма? Әй, мен бір адам секілді адам көрдім ғой, асықпаңыз. Ұзақ әңгіме ол» деп, шақшасын жинап, жөнделіп отырып, әңгіме тізгінін ағыта берді ау. «Мына адамда ұят деген болады ғой, сол қиын нәрсе екен. Өлімнен ұят күшті деген сөзің рас екен. Негізі ұяттан адам өліп те кетеді ау. Мен өле жаздадым. Беттің қалыңдығынан тіріп қалып отырмыз ғой» деп кең-кең күледі өзі. Отырғандар дастархан шетін қайырып жақындап, деп ентелей түсті. Жазғы тұрым үйірлі жылқыма бір жирен қасқа бие келіп қосылды. Басында айналадағы біреудікі болып ұят болып жүрмесін деп, әр біреуге айтқан болдым. Елең еткен адам болмады. Маңайда жылқыз деген ешкім жоқ секілді. Төр жайлауға барғанда да бөлінбей ілесіп барды. Содан шыны керек емдене бастадым. Өзі де қыстан күйлі шыққан мал екен, жылтырап семіріп келе жатты. «Жә, биылғы күздігім сен боларсың» деп бір түйіп қойдым. Жылқымда жолдан аулақ бөлектеу сайға таман ысырып қайыра жүрдім. Сөйтіп жүріп,
жазыңда орталады. Жып жылтыр болып, сауырынан жарлардай семірді енді жарықтық. Жалпақ жатқан қос шаяның қоспасына жаңбырдың су еркілді ғой. Күздік соғым көңілді күптетіп, елдің етекке түскен асыға күтіп жүрдім. Күн артынан күн өтіп, ол уақытта жетіп, еңкие көшіп елде кетті. Енді әне-міне күн кішкене шатқылдай қалса деп, пышағымды қайрап қойып мен жүрмін. Бір күні түс ауа жылқыны көздеп келейін деп, үйден шыққалы жатыр едім, бір бейтаныс ақсақал аттан түсіп жатыр екен. Көмістей сақалы кеудесін жапқан, сұңғақ бойлы келістақ адам енді. Жасы егделеу тартқанмен еңкеймепті. Тік жүреді екен, сәлем беріп есік ашып, төрге отырғыздым. Шай ішілді, жөн сұралды. Әңгімесі осы жүрген жүрісінің жайына көшкенде ішім қылп ете қалды. Тура мендегі жылқыны іздеп жүр екен. Ең таңбасы, қасқасы дейсің, басқасы дейсің, бәрі келіп тұр. Бәрі. Содан көкпек жеген түйедей дөңбекшідім. Кеудесін жапқан сақалына қарап, жетелетіп жіберсем бе деген ой келді. Оған ала жаздай семірткен малыңды күзде біреу келіп, сілекейіңді шұбыртып жетелеп бара жатса қалай болады? Оның үстіне соя қоятын өзге малдың реті де жоқ. Күздікке осы деп ниеттеніп қойдым емес пе? Өзі де жардай болып жарықтық, күнде көз алдыңда жайқалып жүрсе. Қимадым Құдеке, шынымды айтайыншы, қимадым. Ақыры айта алмадым. Не болса да шалды аттандырып жіберуге амал қылдым. Сіз енді аудан жақтан келдіңіз. Біраз бұрыс демесеңіз ортада Ағашоба ауылы жатыр. Бірінші солардың жылқысына қосылады ғой. Жылқышылар мына Жіңішке сайдың басында отыр. Негізі солардан сұрағаныңыз жөн дедім. Шал елең ете қалды. Оның да жөн екен. Жақын болса күн батпай солай жетіп алайын деп қозғала бастады. Я көрсетіп жіберем. Екі ақ белдің асты ғой деп, мен де алдына түсіп арсалаңдай бердім. Желе жортып, бір белді асырып, Жіңішке сайды қамшымен нұсқадым да, қарағайлы қапталдарда бөлек-бөлек жатқан жылқыларға қарай шаптым. Іздеушің шыққан екен, аңдыған жау ала қоймас. Жүке, енді қамдан жүке дейді ішім. Үйірді тауып қораға қамағанша қас қарайып кетті. Жарылғалы жүрген жирен қасқаға шалманы жалғыз рет тастап жықтым да, сенде жазық жоқ, менде азық жоқ, бұйырған несібесің біссіміллә, Аллаху акбар деп орып жібердім. Қорқырап кетті жирен қасқаң. Қатын анадайда сиырын сауып, жылқылар науаның айналасында қасынысып, тай құнандар тебісіп дегенде кешкі мезгілдің абыр-дабырымен араласып жалғыз өзім жәукемдеп жатырмын. Бір кезде сырт жағымнан бір дүбір жақындай келгендей болды. Тай құнандар шығар деп елемеген едім, тіпті тақау келгендей сезілді. Енді қарайын дегенімше болған жоқ, арқа тұсымнан ассалаумағалейкум деген зор дауыс гөрете қалды. Құрғырау, құлағыма таныс үн сияқты. Ақырын бұрылып қарадым. Бағанағы ақсақал екен. Төбемнен төніп тұрып, өне бойым бір ісіп, бір мұздап ала жөнелді. Маңдайымнан суық тер бұрқ етті. Алты айырығымнан жосыла ақты. Ондай тер бетті бойлап ақпайды екен, бұршақтап, шашырап, жерге тамады екен. Ақсақал түсіңіз дедім. Ақсақал түсіңіз деп атағашты нұсқадым. Ере барып аттан түсірдім. Бір жылқы тасқа түсіп мертігіп қалған екен. Соны сойып жатыр едім. Сіз отыра беріңіз деп үйге кіргіздім де кері бұрылдым. Жарықтықтың қасқасы қандай, қараңғыда айдай болып жарқырап жатыр екен. Сасқанымнан басын кесіп алып, түйенің жабуының астына тыға салдым. Сөйттім де ана кісіні орнықтырып отырғызып кетейін деп үйге қайта келдім. Сөйтсем, шалыңның мүйіз сапты ұзын қарапшағы бар екен, алақандай жалпақ белбеуіне жанып тұр. Көмектесіп жіберейін деді. Иығынан басып отырғызатын емес, далаға шықтық. Шал екен жеңді түріп тастады. Не керек? Басы жоқ жылқының мойнын қалжыңдатып, екі жақтап сойып жатырмыз. Қатын ол түк білмегендей, монтансып өз шаруасымен жүр. Құдай-ау, теріні реп жатқанда буын-буыным босап кете береді. Қолымдағы пышақтан айырылып қала жаздаймын. Алақаным өзінен өзі ашыла салады. Тіпті денемнің жартысы бірде бар, бірде жоқ секілді. Мына жұмыс елес құсап сезіле береді. Ескетіп, жан шыққанда терісін сүріп, бұза бастадық. Алдыңғы қолын кесіп алдым да қазанға сала бер деп қатынға апарып бердім. Ақсақалым, жылқының басы қайда дегенде жоқ, тасқа түскен жері қайсы дегенде жоқ, терлеп тепшіп, жамбасты ұршықтап отыр. Мен де келіп кірісіп жатырмын бір жағынан.
Бір мезгілде мен намазымды оқып алайын деп үйге қарай беттеді. Мен етті жарымдап, шала-пұла бұзып, қарын қартасын жуып, орнын жинастырып өйтіп далада жүрмін. Үйге кіре алсамшы, сауып отырған жалғыз сиырды әр айдаймын, бер айдаймын. Қатын қайғайлап, анау қайда, мынау қайда деп бірдеңелерді сұрап шаруамен жүрген болдым. Бірақ енді өз үйіңе кірмей қашанғы жүре бересің. Кірдім. Ақсақал шаршаған ба, құс жастықтың үстінде оң алақан жастанып мызғып кетіпті. Қатында үн жоқ, менде де. Бір қауым уақытта созылған үнсіздік тынысымды тіпті тарылтып жіберді. Далаға атып шықтым. Далада да тым-тырыс. Ақсақалдың арқандаулы атының тықыр шөпті жұлғандағы тырс-тырс дыбысынан өзге тіршілікті жер жұтып қойғандай. Алғашында өз жүрегімнің дүрсілі өзіме естіле бастап еді, атты жақындап жерге арқандағаным жақсы болыпты. Арқамды үйге сүйеп, соны тыңдап біраз тұрдым. Алашабыр бұлт үстінде асығыс ай күлкіп барады. Кісі оянды деген дыбыстан селт ете қалдым. Есік алдында сар еткізіп бірдеңесін төкті де қатын үйге кіріп кетті. Ет дайын болған екен. Қарияның қолына су құйып, сулығын ұсындым. Өз семіз, өзі жас ту биені аздап, жініктіріп әкеліп сойсаң, еті таңдайыңа ермей ме? Буы бұрқырап, алдыға келгенде, ал кәне, әумейін дедім. Енді не болса да, осы батада бірдеңені айтатын шығар. Бір сөз ұшығын шығарар дедім. Жоқ, кәдімгі бата жасап бет сипады. Әй, осы шалың білмей қалған жоқ бекен деген үміт ұшқыны жылт ете қалды. Қартайған адам жолдан шаршап байқамаса, байқамаған шығар. Басын кесіп тастағаным дұрыс болды ма қалай деп қояды ішім. Алыңыз деймін ақсақалға. О, құдірет. Сөйтіп айтқан сайын, өзім алыңыз ғой деген бір ауыз сөз қайта-қайта лесіп, шығып кеңірдегіме кептеледі. Етті шайнап жұтайын десем, түйірленіп жұтылмайды. Ой Алла, тамағымнан өтпейді. Бірнеше түйірін бүркітше қылқынып әрең жұттым. Өзіңді ал, келін сенді ал деп қояды қария. Келінің қайдам, менің жағдайым ет жеуге келмей қалды. Тағы да ағыл тегіл тер басты. Бір кезде табаққа қолын созып жатып ақсақал, мынау қарсуымен кеткен жылқы ғой, тойын ғанақ екен деп қалды. Иә, жесеңізші дедім. Тұқырайып отырған қалпы етті араластыра алдын астырып. Білген екен ғой, өзі де жылға-жылғадан қарсуы жылап ағып жатқан кезде келдемес пе дейді ішім. Бірақ менің де жылқым қарсуымен кетуіне болады ғой. Бұл сөзде тұрған не бар? Міністен ерте босатып, тойынысқа жіберілген жылқы екен деп айтып отырған шығар дейді. Тағы бір ойым. Бұл ат емес бие ғой деп бүлкете қалды бүйрегім. Қойшы енді, басыңды қатырғанмен пайда жоқ, не болса да болып кетті. Ендігісін алда көреміз. Ақсақалың асықпай отырып етті жақсақ жеді. Табақ түбіндегі майлы тұздыққа матырып бұлғап алып, уыс толы етті бота шайнаған бурадай екі жағына кезек алып, нілін сорғандай қылып әбден езіп барып талмап жұтады. Салалы саусақтарының арасынан сығылып шыққан қазының мөлдір майын қарақесек етке сіңіріп алып азуға басады. Жұқаланып тұрған жалпақ жалды екі қаракесектің ортасына салып жіберіп, қасқа тіспен кертіп жейді. Өз кеңірдегінен ас өтпеген соң, сүйек мүжіген болып, жеген адамға қарап отырады екенсің. Ақсақал майлыққа қол созғанда өзімше асату жасағым келіп күштеген болып едім. Ол кәріден жасқа қой деді, күректе алақанымен толтырып менің алақаныма салғаны. Ал жеп көр. Ақсақалға асатпақ болғанынан ұялғаным бар, қылтамақ болып, қылғынып отырғаным бар, көзім жасаурап, өлдім талдым дегенде әрең жұтып тауыстым. Не де болса етті жеп болғаннан кейін айтпақ па деген күдікпен тағы қол жайып, ас қайыруын сұрадым. Жақсылап тұрып бата қайырды. Күмән тудыратындай бас артық сөз болған жоқ. Түні бойы ұйықтай алмай дөңбекшідім. Білді ме, білмеді ме? Екі жаңбасқа кезек түсемін. Соңғы сатуда жеген етім бітеу жұтылғандай асқазанды түйнеп, ол да бір жағынан қинайды кеп. Білсе, неге үндемейді? Білмесе неге қарсуы? Түннің сонша ұзақ екенін бұрын білмеген екенмін. Таңға жақын көзім ілініп кеткен екен, ақсақалдың азанынан оянып кеттім. Төрдің алдын күңірентіп намазын оқыды. Дастархан жайылды, елдің жайы, ауа райы, жылқы күйі дегендей аз кем әңгіме айтылды. Жіңішке сайдағы үйді таппай, көз байланбай тұрғанда осы үйді қайта тауып алайын деп кеше біраз қатты жүргенін, белі ауырып шаршаңқырап қалғанын, жақсы демалғанын айтты. Я, оныңыз қандай жақсы болған? Әйтпесе, атыңыз жорға екен ғой деп айдалаға лақтым.
Жиренқасқа енді айтылып қалама дегендей жүрегім алқымыма келіп қайтады. Есалаң кішіше ебіл-дебілім шығып отырмын. Шайдан соң бет сипап, ал мен енді қозғалайын деді. Е, қозғалыңыз, атыңызды ерттеп қойдым деп елпек қағам. Аттының мінер жағын дөңестеу жерген қайлап, сулығынан ұстап, қолтығынан көтеріп ерге салдым ақсақалды. Басымды көтеріп жүзіне енді қарайым дей бергенім сол еді. Қария тізгінін іркіп тұра қалды. Тұра қалды да, жә Жұмақын деп ауыр күрсінді. Сен де бір Алаштың азаматы екенсің деді де үнсіз қалды. Басым еріксіз салбырап сала берді. Буыным босап, сүйенерге бірдеңе іздегендей сенделіп тұрып, қолымнан қалай ақсақалдың етігінің қонышына барған сезбейде қалыппын. Менің шаңырағым ауданның шет жағында. Кешеді айттым ғой, Сарзалың деген жер. Ауылдың шетіне іліне берсе, Хасен ақсақалдың үйі қайсы екен деп сұрасаң, елдің бәрі біледі. Ал көріскенше аман болайық деп, сәл еңкейіп арқамнан қаққандай болды да атын тебінді. Тұрған жерімде қазықтай қақшидым да қалдым. Бәрі түсінікті болды. Ақырен мойынды бұрып қарасам, қариям қара жорғасын тайпалатып кезеңге жақындап қалыпты. Содан деді отырғандар, ауыздарынан ақ жалын атылып шыққандай болып. Содан сүмірейіп, ер жасайтын дүйсенге бардым. Бір жұманың ішінде өмілдірі құйысқаны мен күміс ер жасап бер деп, мүйізінен жетелеп қылжақтатып бір өгіз шапарып бердім. Ісмер неме ғой, айтқан уақытымда бітірді. Сөйтіп оны тор жорғаға салдым да жетекке алып Сарзалыңға тарттым. Жұмақын тор жорғаны айтқанда отырғандардың біразы гу ете қалды. Ол жорға жарысында алдына қара салмаған қылқұйрық қой. Әдетте қандай жорға жазық жерде ғана жақсы жорғалайды да, ойлы қырлы ойпаң жерлерге салып жіберсең, жорғасынан жаңылып, шауып кетіп, желіп кетіп, жорғасы жортаққа айналады. Ал тор жорға алдынан бәрін аяқ алысымен өлшеп, ойлы қырлы жеріңді тұяғымен тегістеп тайпалағанда, қолыңдағы шараның суы шайқалмайтын еді ғой. Және маңдайы жарылып жалғыз келетін. Отырғандардың іштері удай ашып бара жатқаны сол. Содан таңда шығып, екінті уақытында ауылдың шетіне елініп, Хасен деген қарияның үйі қайсы екен деп сұрап едім. Бір аяғын сылтып басатын жас жігіт алдыма түсіп, жүгіріп отырып, жақындағанда әне деді. Атағашқа екі атты байлап, кіріп барып едім, ақсақал төрде жатыр екен. Ассалаумағалейкум. О, Жұмақын келдің бе деп орнынан тұрды. Балаларына бірден мына кісінің аттарын шөпке қойыңдар, маяға кіргізіңдер деп бұйырды. Аттарың дейді, біліп отыр ғой, жетек әкелгеніңді деп қояды. Әдетте өзгенің әңгімесінің арасынан сыны қарып қыстырмай, үнсіз отырып тыңдап, үнсіз кете баратын көксеген. Май әлі басталмаған уақыт қой, сонда да кіргізіңдер деп құрметтеп, разы болғаны да енді деп жүптеп қояды Асқаби. Тұра тұрыңдар, әңгімені бұзбаңдаршы деп, жақай көрші айналасына қабағын бір шытып алды да Жұмақынға күлімсірей тесіле қарады. Содан қарсы алып жатыр әшейін. Қарсы алып жатыр. Содан шай ішілді, әңгіме айтылды. Қазан асылды, шежіреш адам екен өзі. Соғыс кезді айтты. Оспанның әскерінің Шыңшықсайдың әңгімесінен жіберді. Бір кезде менің арғы аталарыма жақындап келді. Менің аталарым бұрын аудан жақтан көшіп келді емес пе, жақсы біледі екен. Жақсы адамдар еді дегендей бір әңгімелерін айтты. Онысы сенің істеп жүргенің мынау деп арқамда осып жібергендей болды. Көзімді дастархан шетіндегі қошқар мүйіз өрнектен алмаған күйі тапжылмай отырдым. Енді не істеймін? Кемпірі менің ыңғайсызданып, жайсызданып отырғанымды сезіп отырған секілді. Қонақ шаршап келді ғой, дем алсын деп төсек салғызды. Бұл да бір құс ұйқылы түн болды. Таңертең тұрсам, кемпірі қоржын дайындатып қойыпты. Келіннің қолынан дәм татты қой. Мынаны ала бар дейді ақсақал. Дәм татқанда деп күмілжідім. Өзіңіздің мал ғой деген әлгі бір сөз кеңірдегіме тағы келіп кептелді. Баласы қоржынды атқа салып, өзімді қолтықтан көтеріп мінгізді. Ал енді аман бол деп Хасен қария кеудесіне қолын апарды. Ал деп мен енді ыңқиып тойған шардақ шабдарымды тебіне беріп, жүргісі келмеген қойдың сигісі келеді дегендей белін қайқитып тұра қалғаны. Тура ағаштың түбінде сырылдатып төгіп жатыр. Әлі төгіп жатыр, таусылып бермейді тіпті. Қоштасып алып бір-бірімізге қарап тұрмыз. Әй, сол кезде бетімнің қызарғаны-ай, тезірек жүріп кетсем деп тұрмын. Ана қасқыр жегір майысқан екі тірсегін әрең жинап ілгері басты өзі. Кетіп бара жатып, ана кісі артымнан қарап тұр ғой деген ой сап ете қалып, арқам кәдімгідей құрысып барады. Көзі де сұмдық өткіреді. Сәлден кейін арқамнан жебе қадалатындай қуырылып келем. Басым зеңіп айналғандай болды. Содан баяғыда біреуден
Басын қатты ауырған кезде Насыбай атсан қояды екен дегенді естіп едім. Сол есіме түсе кеткені, бір бұрышта дүкен тұр екен. Жанаса беріп қамшының ұшымен терезесін қағып едім. Күнге қарап сығырайып, қабырғасын тырмалап біреу шықты. Насыбай бар екен әйтеуір. Тиынын ұстатып едім, 3 қалтасын әкеліп берді. Содан соны ауылға жеткенше аздап ерніме салып отырдым. Сөйтіп осы құрғырға үйір болып жаман үйреніп алыппын. Құдеке дейді ғой. Әлгі жерде санды ұрып жіберіп қарқылдай күлген жұмекен. Отырғандар ду өте қалды. Ойпырмайлап, ақылеп, уқылеп тізе жазысты. Торжорға кетті десеңші. Бұл Насыбайдың тарихы тым тереңде. Әй жұмақын-ай деп әркім тұс-тұсынан кергілеп ала жөнелді. Әй сенің торжорғаңды жақында қораңнан көрдім ғой деп Нығмет көрші саңқ ете қалды осы кезде. Тұра тұр, әңгіме әлі біткен жоқ деді Жұмақын тағы да езуіне күлкі үйіріліп. Содан 2 жұмадан кейін торжорғаны жетелеп баяғы баласы келіп тұр. Айналасындағы біреулер таныған ба торжорғаның атағы шыққан ат екенін біліп тақсақал. Абыройын көтеріп жүрген ат екен, өзі мінсін, аттың басын биеге қорғылмайық, орнына басқа бірдеңесін берсін деп сәлем айтып жіберіпті. Сөйтіп төбел биені жетелетіп жібердім деп жымың күліп, жанында құс жастыққа шынтақтай жантая берді Жұмақын. Шынында адам секілді, адам көріпсіз Құдеке деп, жүзі бал-бұл жанған әкем еріксіз басын шайқап еді. Ұларбек Нұрғалым.